Садрадин тыңдармандарын әбден күттіріп, зажигалка трегін кеше ғана ұсынды. Әндері хитке айналып жүрген блогер бұл трегімен де сол нәтижені қайталауға дайын. Не себепті шығармай жүргенін әншінің өзі айтып берсін. Әннің мотиві негізі осыдан бір 3-4 ай бұрын жазып қойған болатынмын. Одан кейін сөзін жаздым, одан кейін бит жазылды, ұзақ уақыт кетіп қалды. Сөзін Рома есімді жігіт жазған, ол болашақта Садрадиннің дайындап жатқан жаңа тректеріне көмектеспек. Ал зажигалканы блогер ыстық қыздарға арнапты. Ән негізінде бір қыз жайлы, соны сипаттап, сен қандайсың, сен осындайсың деген сияқты. Бұл ән просто сондай, андай қыздарға арналады, сондай. Өзінше. Я твой фолловер в Инстаграм, френди мы с тобой в ВК, свой последний лайк отдам за тебя. Кім білет, мүмкін Әлішер мен Әнелдің хикаялары қайталанатын шығар. Себебі Садрадиннің жүзі мерейлі. Екеуін тиктокханаға шақыру керек сияқты. Жарайды. Одан да айта кетейік, аталмыш трек әзірге ВКонтакте топ чартында 13-ші орында. Сонымен жуырда өз айтқандай жақсы нәтижені көре жаттармыз. Солай ма? Пусть емесін. Ал олай болса, зажигалканы тыңдап, Садрадинге уәдесін орындауға көмектесіңіздер.